Қазір бізде көпшілік наразы білдіріп жатыр, айлықты көтерсін деп. Мен жеке өз басым айлықты көтеруге қарсымын. Себебі неде дейсіздер ғой? Бізде айлықты көтерсе, магазиндер бірден азық-түліктің бағасын қымбаттатып жібереді. Мен қызметке келген кезде МЗП дейміз, минимальный заработная плата 5000 теңге болатын. Сол кезде нанның бағасы 20 теңге болған. Пекарняның басынан алсаң 16 теңгеге аласың. Ал қазір минимальный заработная плата 85 000 теңге, есесінен нанның бағасы 100-120 теңге. Қазір айлықта 200 мың қылып көбейтсе, нан да 240 теңге болып кететініне ешқандай кепіл жоқ. Дүкендегі бағаларды біз қоймаймыз, ол халықтың өзі қояды. Сіздің тәтеңіздің магазині, енеңіздің пекарния, жеңшеңіздің кондитерскийі демекші, өздеріңіз қоясыздар бағаны. Сол себептен сіздер баға қымбаттасын, айлық көбейсін деп сұрамаңыздар. Сіздер азық-түлік арзандасын деп сұраңыздар. Мысалға, Тараз қаласында іс-сапармен келіп отырмыз. Айша деген менің енемнің дүкені бар. Ашылғалы ешқашан бағасын қымбаттатқан емес. Сол ашылған кездегі баяғы бағалар сол күйінде тұр. Бұл жерде түрлі денсаулыққа пайдалы дәнді дақылдар, дәндердің түрлері сатылады. Егер де сіз басқа қаланың тұрғыны болсаңыз, mir.сухофруктов.айша Instagram парақшасы арқылы заказ беріп алдыртсаңыздар да болады.